Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бірінші сынып оқушылары қалай көркем жазады, қалай көркем жазуға болады. Осыған байланысты бірнеше әдістерді үйрететін боламын. Әдемі жазуды меңгерудің әр адамға маңызы өте зор. Әдемі жазу бұл мәдениеттің белгісі. Әрі сол жазуды оқитын адамға көзқарасы, құрметі. Көркем жазудың негізгі мақсаты дұрыс, анық және тез жазуды қалыптастыру. Оқушының каллиграфиялық қабілетін қалыптастырудың педагогикалық, қоғамдық, тәрбиелік мәні зор. Көркем жазу суретте бейнеленген. Дәл осылай әдемі етіп жазу әрбір оқушының қолынан келеді. Әдемі жазу өнер, таза, анық. Әдемі жазуды оқуда жеңіл, ондай жазумен берілген ойды түсіну де оңай болады. Әріп таңбаларын әдемі, көркем етіп салуға жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жұмыстардың оқушы бойына жақсы қасиеттердің қалыптасуында ықпалы бар екен. Жазуды үйренуде міндетті түрде мына принциптерді сақтаған жөн. Бірінші принцип – көрнекілік. Мұғалім тақтаға, дәптерге, таблицаға көрнекіліктер арқылы жазып көрсетеді. Екінші – сапалылық. Мұғалім басына не үшін қиғашынан жазады? Әріптерді қалай басқарады? Әріптерді биіктігі қандай болу керек екенін түсіндіреді. Қиғашынан жазу тез әрі ыңғайлы болады. Қайталау. Жаттығу орындау кезінде пайдаланылады. Жазылған нәрсеге міндетті түрде анализ беріледі. Баланың жазған жазуын дұрыстығын тексеріп отырады. Генетикалық. Алғашында жеңіл әріптер, содан соң салынуы қиын әріптер. Мысалы, А, О, Ш, Т, П, Н дыбыстары. Қолы көп жаттыққаннан кейін балаларды Қ, Ж, Б, Ф, Т, С әріптеріне үйрету қажет. Бірінші, бұл әдістер ғажайып алаң. Тақтаға әрбір әріптер жасырылады. Мұғалім жасырылған әріптің әрбір элементтері бойынша сипаттап айтады да, ал оқушылар қандай әріп екенін айтады. Мысалы, түйе өркешін қарайық. Ұқсайды оған қай әріп? Жаңа әріпті өту үшін 2 сағат беріледі. Бұл жаттығуды 2 сағатында өткен тиімді болады, 2 сағатында. Екінші, әріптің бір немесе 2 элементі жазылады. Оқушылар қалған элементін тауып, жазып көрсетеді. Барлық әріпті өткеннен кейін сабағымыздың басында көркем жазу болады. Сол кезде пайдаланған тиімді. Бұл жаттығудың мақсаты білген білімдерін әрі қарай төселдіру дағдыларын қалыптастырады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Балаларға пайдалы көптеген сабақ барысында қолданылатын сабақтар, ойын түрлері шығып отырады. Үшінші, орным белгіле. Тақтаға немесе дәптерге алдын ала сөздер жазамыз. Оқушылар әріп элементтерінің және әріптердің байланысу орнын белгілейді. Бұл жаттығуды қазақ тілі сабағында пайдаланған жөн. Бұндай жаттығулар жас жеткіншектің ойлауын дамытып, қызығушылығын арттырады. Оқушының каллиграфиялық дағдысына көп әсер беретін. Ол алғашқы кезде, алғашқы рет қалам ұстап, әріп жазған кезі. Әдемі, сұлу жазудың фундаменті 1-2 сыныпта құйылады. Сол кезде жазуын жөндемесе, сол қалпында қалып қоюы әбден мүмкін. Сондықтан барлығын ерте бастаған жөн. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше. Тағы